Алматыға оқуға түстіңіз, ұстаздық жолды таңдадыңыз, кейін барып бизнеске кетіп қалдыңыз. Сол жалпы бизнеске келу жоспарда бар ма, әлде аяқ астынан келген жағдай ма? Қараңыз, менде мынандай болды да, мен университетті қызылға бітірдім. Одан кейін жаңағы магистратураны тоже қызылға бітірдім, потом ғылым кандидаты болдым да. Менің ойымда, мен егер жақсы оқысам, жақсы өмір сүрем деген ой болды да менде. Мен жақсы өмір сүргім келді. Мен ешкімнен қалғым келген жоқ. Жақсы оқыған адам жерде қалмайды. Иә, жақсы оқыған адам жерде қалмау керек. Бірақ мен осылардың барлығын оқып, ғылым білесіз, инемен құдық қазғандай, осының барлығын жасап келгенде, мынандай болды ғой, университетке келген кезде менде ожидание реальность болған сияқты болды да, өйткені зарплата аз болды. Білмеймін, сол жерде университетте зарплатамыз аз. Одан кейін мұғалімдерге ешқандай көмек болған жоқ үкіметтен. Үй алып беру, басқа қылу деген жоқ. Бір айлықтан айлыққа ғана өмір сүріп жүрді. Мен не үшін оқыдым деген осы жерде сұрақ бола бастады. Мен университетте қазір 15 жыл істеппін бас аяғы. Бірақ сол 15 жылда маған университет ешқандай бір көмек болған жоқ. Әлеуметтік жағынан қорғау. Маған үй алып берген жоқ, маған немесе артық айлық берген жоқ, айлығына әрең жететін тұғымыз. Тем более кейін мен 4 балам болған кезде, мен вообще айттым, мен мынандай айлыққа тұра алмаймын дедім. Мен былай келіскен жоқпын деп, деген сияқты тағдырмен былай келіскен жоқпын деп. Бірақ енді арасында менде декретте уақыттар болды. Уақыттар болған кезде бәрібір конкурстың жағдайын енді мен кішкене отбасын кейін кешірек құрдым. Мен 27 жасымда үйлендім. Барлығын оқып бітіріп қорғап болғаннан кейін барып үйлендім. Сол кезде кішкене тоже отбасылықта жағдайлар болды. Кішкене қиын жағдайлар болды. Оның үстіне 4 балам болды. Сондықтан маған қаржылық жағдайда өте қиналдым.